Кітабымыздың 48-ші бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілгенін оқимын. Әрбіреуі 9-ға тең 5 қосылғыштың қосындысын жаз. Қосындыны көбейтіндімен алмастыр. Балалар, 5 қосылғыш жазамыз. Қосылғыш дегеніміз бесеуінде бір-біріне қосу дегенді білдіреді. Қосылғыштарымыз 9-ға тең. Демек 9-ды өзіне 5 рет қосамыз. Жазамын. 9 қосылған 9 қосылған 9. Міне 5 рет жаздым. Мәнін есептейік. 9-ға 9-ды қосамын 18. 18-ге 9-ды қосамын 27. 27-ге 9-ды қосайық нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар. 36. 36-ға 9-ды қосамын 45. Енді осы қосындыны көбейтіндімен алмастырайық. Бізде 9 саны берілген. Ол неше рет қайталанып тұр? 5 рет қайталанып тұр. Демек 9-ды 5-ке көбейтемін. Көбейтіндінің мәні 45-ке тең. Мінекей осымен 48-ші беттегі 4-ші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.